Ибрай Алтынсарин атындағы жалпы орта білім беретін мектебі. Рысқалиева Фарида Қанатқызы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің бірінші санатты мұғалімі. Ибатулиев Ерлан, аудандық эссе байқауы бірінші орын. Мергенов Ерасыл, аудандық Махамбет оқуы бірінші орын, облыстық Махамбет оқуы екінші орын. Қайырып Қыдырәлі, Қазақстандық жас патриоттар академиясының мүшесі. Сансызбаева Мадина, қазақ тілі пәні бойынша аудандық олимпиада екінші орын. Бақытжанов Ернар, тәлімі терең салт-дәстүр шығармалар байқауы екінші орын. Тазмұхамбетова Лаура, аудандық Ақштаб оқуы екінші орын иегері. Темірболатов Дәурен, Махамбет оқуы екінші орын, Ақштаб оқулары үшінші орын иегері. Туранғалиева Ділназ, Мұқағали Мақатаев шығармалары бірінші орын. Мұғалімі Қосмұрзиева Гүлдана Орынбасарқызы. Ербаева Айгүл Сағынтайқызы, бастауыш сынып мұғалімі. Махмуд Аянат, бастауыш сынып олимпиадасы үшінші орын иегері. Жантемирова Ляззат Кенжеғалиқызы, қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Ситонов Аршат, аудандық Ақштаб оқуы үшінші орын, Ғазал жас ақындар клубының мүшесі. Қобланды Жансая, үздік плакат байқауының үшінші орын иегері. Жеңғалиев Манарбек, аудандық сурет байқауы үшінші орын. Аққожиева Майя Қанатқызы, технология пәнінің мұғалімі. Наурызғали Бейбарыс, Кеңесі Ақбота, Балтабаева Аружан, аудандық Гринтайм байқау апсай-клиник бірінші орын, облыстық апсай-клиник бірінші орын иегерлері. Наурызғали Гаухар, Жайық толқыны екінші орын. Қанат Назира, Жайық толқыны фестивалі жас аспаз бірінші орын. Сесенғалиева Айнаш Төлеу Ғайырқызы, мектеп кітапханашысы. Тайшыбаевтар отбасы, оқырмандар отбасы, аудандық екінші орын. Көснеден Азамат Нухұлы, сурет пәнінің мұғалімі. Қобланды Жансая, аудандық сурет байқауы үшінші орын. Тазмұхамбетова Лаура, аудандық сурет байқауы екінші орын. Адал және сатылмайтын еңбек бейнесі сурет байқауы Қайырболат Гүлназ үшінші орын. Тажоков Берік Тажоғылы, технология пәнінің мұғалімі. Вахитова Нұрбеке, музей вернисажы байқауы бірінші орын. Меңгереев Дәркен, музей вернисажы байқауы екінші орын иегері. Ерболатов Бейбарыс Бауыржанұлы, күрес үйірмесінің жетекшісі. Құрманғазы Махаббат, қыздар арасында қазақ күресінен үшінші орын. Сұлтанов Нұрберген, қазақ күресі 55 келі салмақта бірінші орын. Амирханов Елтай, дюшісі, волейбол үйірмесінің жетекшісі. Файзуллин Ермұхан, Ибатулиев Саят, Вахитов Марғұлан, Темірболатов Мұқас, мектеп лигасы облыстық жарысынан үшінші орын. Шыналиев Нұржан Орынғалиұлы, алғашқы әскери дайындық пәнінің жоғары санатты мұғалімі. Ажгереева Айтолқын, Мұрат Жұлдыз, Файзуллин Ермұхан, Ибатулиев Саят, Вахитов Марғұлан. Алау 2018 патриоттық сайысы екінші орын. Айбын әскери патриоттық жиынның аудандық кезеңі екінші орын иегерлері. Батырова Айымгүл Нұрланқызы, екінші санатты ағылшын пәнінің мұғалімі. Құрманғазы Әлішер, аудандық экологиялық десант байқауы бойынша екінші орын жүлдегері. Жұбанышева Гүлнар Нухқызы, география пәнінің мұғалімі. Меңгереев Дәркен, аудандық макулатура байқауы екінші орын.